Өзіне сенімді әйелдің 7 әдеті. Бірінші, өзін басқалармен салыстырмайды. Ол өз жолына, өз өсуіне қарайды. Екінші, жоқ деуден қорықпайды. Өз шекарасын сақтайды және бәріне ұнауға тырыспайды. Үшінші, өз сөзіне өз сенеді. Шешім қабылдаған кезде біреудің мақұлдауын күтпейді. Төртінші, өзіне берген уәдесін орындайды. Кішкентай болса да, өзіне қойған мақсатын соңына дейін жеткізуге тырысады. Бесінші, қателесуден қорықпайды, ұялмайды. Қателікті мен жаманмын деп емес, мен үйреніп жатырмын деп қабылдайды. Алтыншы, өзіне күтім жасауды кейінге қалдырмайды. Күтімді өзі үшін жасайды. Тек қана отбасы немесе басқалар үшін емес, өзі үшін де маңызды деп санайды. Жетінші, өз құндылығын сыртқы бағалауға байланыстырмайды. Біреу мақтаса да, біреу сынаса да, өзінің кім екенін ұмытпайды. Бұл жақта маңыздысы, сенімді әйел болып туылмайды, сенімді әйел болып қалыптасады. Күнде өз жаңа версиясын жасап алады. Күн сайын өзін таңдайды. Яғни күн сайын өзін таңдауды үйренеді. Менің 3 әдетім: қателесуден қорықпаймын. Мен үйреніп жатырмын деймін. Қателессем де, мен үйреніп жатырмын. Екінші, жоқ деуден қорықпаймын. Барлығына жауға тырыспаймын. Үшінші, күтімді кейінге қалдырмаймын. Өзім үшін күтінемін, біреулер үшін емес. Осы әдеттерді өзіңе қалыптастырсаң, өзіңе деген сенімділігің арта түседі. Парақшаға тіркел, сақтап ал, бөліс.